Сөз депутат Ерубаев Серік Сәрсенұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті депутаттар. Ақ жол фракциясының депутаттық сауалы ішкі істер министрі Саденовқа. Өткен жылдың соңында әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде өзгерістер енгізу туралы заң жобасын талқылау барысында Ақ жол фракциясы заң жобасын сынға алып, оны қолдамады. Сол кезде біз полицейскілердің әңгімелеріне және олардың басшыларының кодексті бұзғаны және азаматтарға айыппұл салғаны үшін хаттамаларды рәсімдеу бойынша түсініксіз нормаларды белгілеу туралы талаптарына азаматтардың куә болғаны жөнінде мысалдар келтірген болатынбыз. Атап айтқанда, біз келтірген әлеуметтік желілердегі сілтемеде әрбір аудандық ішкі істер бөлімдері күніне кем дегенде 200 айыппұл, ал кезекшілікке шыққан әрбір полицей күніне кемінде 5 айыппұл салу тиісті деген тапсырмалар айтылған бейнежазбалар бар. Сілтемені осы жерге қостым. Соңынан мұндай дауыстық және бейне хабарламалар бірнеше рет пайда болып, азаматтардың таңдануы мен әділ наразылығын тудырды. Мұндай талаптар заңға қайшы келеді, азаматтардың құқықтарын бұзады және Конституцияға да қайшы деп санаймыз. Алайда, ішкі істер министрлігінің өкілдері әкімшілік хаттамалар толтыруға нақты санын белгілеп, тапсырма беру практикасын жоққа шығарып, сонымен қатар, егер полиция қызметкерлері тарапынан бұзушылықтар фактілері немесе дәлелдер болса, оларды ішкі істер министрлігінің өзіндік қауіпсіздік департаментіне немесе 1402 сенім телефонына хабарлауды сұрауын мәлімдеді. Жоғарыда айтылған баяндамада да осы сауалда да нақты фактілер келтірілген, бірақ ол туралы қандай да қолданылған реакция бұқараға беймәлім. Мәселен, Телеграм каналында полиция қызметкерлері көлікті тоқтатып протокол толтырған кездегі бейнетаспада инспектордың рациясында әкімшілік хаттамаларды рәсімдеу бойынша жұмысты барынша күшейту туралы командасы анық естілген. Бұл жерде де бұл сілтемені қосып кеттім. Ал Алматы полиция департаментінің баспасөз басшысының хабарлауынша, аталған факті бойынша тексеру жүргізілуде делінген. Алайда қазіргі уақытқа дейін жарияланған бейнетаспалардың шынайылығы немесе жалғандығы растайтын қызметтік тергеу нәтижесі белгісіз. Былтырғы жылдың 26 желтоқсанында ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха журналистердің айыппұл туралы қойған сұрағына бұл сұрақтар депутаттарға жолдану керек деп мәлімдеген болатын. Сонда құрметті Лепеха мырза, жоғарыда айтылған міндетті түрде 200 хаттама толтыру, не болмаса әрбір инспектор кемінде 5 протокол толтыру деген бұйрықты беріп жатқан депутаттар ма, әлде өзінің әріптестері ме? Сонымен қатар, қабылданғанда 20 жылдан асқан норма соңғы уақытта кең резонанс алып, көліктердің қозғалысын 5 минуттан астам жұмыс істеп тұрғаны үшін айыппұл салу белсенділігі қайдан түсіндіруге болады? Әлде бұл бюджетті тағы толтыру тетіктерінің біреуі ме? Негізгі айыппұлдарды қолданудан, негізсіз айыппұлдарды қолданудан ең алдымен көлік жүргізушілері мен кәсіпкерлер жалдап шегетіні баршаға мәлім. Мысалы, үй жанындағы дүкендерге көліктен тауарларды тиеу және түсіру әдетте бөлінгеннен 5 минуттан көп уақыт алады. Ал минус 20 немесе одан да төмен температурада қозғалтқышты өшіріп қою қисынсыз. Немесе сақылдаған сары аязда балдарды мектептен, балабақшадан алғанда суық салонға қалай отырғызамыз? Жалпы қыс уақытында аймақтарда қатты аяз болған кезде машинаны жылытуға 5 минуттан көп уақыт кететіндігі айдан анық. Жоғарыда айтқандарға байланысты Ақ жол фракциясы бірінші, осы сауалда баяндалған нақты мысалдар бойынша тексеру жүргізуді. Екінші, полиция басшыларының азаматтарға жаппай айыппұл салу туралы талабы бар бейне таспалардың шынайылығы немесе жалғандығы бойынша ресми түрде хабарлауды. Үшінші, ішкі істер министрлігі жүйесінде өз қарамағындағыларға жоғарыдағыдай тапсырмалар берген басшылар анықталғаны және олар қандай жауапкершілікке тартылған туралы мәлімет беруді. Төртінші, аймақтардың температурасы режимін мен климатын ескере отырып, көліктің қозғалысы 5 минуттан артық жұмыс жасау туралы норманы қайта қарау керек деп санаймыз. Рахмет. Құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары Ерубаев, Перуашев, Еспаева, Барлыбаев, Иса, Бейсенбаев.